Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік. Оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Мұғалім көмегімен жеке сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Сөз таптарын ажырату. Заттың қимылын сипаттайтын сөз табын етістік деп айтамыз. Не істеді, не істеп жатыр, не істейді, тағы да басқа көптеген сұрақтарға жауап береді. Балалар, оқулығымызды ашып 11-ші тапсырмаға мән берейік. Мәтінді жақсылап оқып, қарамен берілген сөздерді түбір мен қосымшаға ажырат. Балалар, дәптерімізге өлеңді жатқа жазайықшы. Етістіктердің астын сызыңдар. Өлеңнің не туралы екенін айтып, оған ат қойыңдар. Балалар, дәптерге жазған кезде көркем, әдемі жазып үйреніңдер. Түлкі мен ешкі ертегісі. Түлкі мен ешкі ертегі. Бір күні түлкі келе жатып, абайсызда бір терең құдыққа түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көрді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Құдықтың іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен», дейді түлкі. Мұны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп ойлап, секіріп құдыққа түсіпті. Сонда түлекең ешкінің үстіне секіріп мініп, онан мүйізіне шығып, далаға ырғи жөнеліпті. Сөйтіп жөніне кетіпті. «Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болады» деген осыдан қалыпты. Балалар, түлкі мен ешкі ертегісін көріп, біраз есімізге түсірдік. Солай ма? Ал енді түлкі мен ешкі ертегісіндегі негізгі ойларды есімізге түсірдік. Суреттерді пайдаланып, жоспарды жалғастырып жазайық. Бірінші жоспарымыз түлкінің апанға түсіп кетуі. Екінші және үшінші жоспарын қанекей өзіміз құрап көрейікші балалар. Балалар, үй тапсырмасына 14-ші тапсырманы алыңдар. Сөздерді оқып, олардың етістік екенін дәлелде. Етістіктерге сұрақ қой, оларды тиісті сұрақтардың тұсына топтастырып жаз. Не істеді, қайтты, не істейді деген сұрақтарға жауап беретін етістіктерді көшіріп жаз.